Аллах тағаланың кейбір сипаттарын ата. Осы жерде Аллах тағаланың келесі сипаттарын атауға болады. Үстемдік, яғни құдірет. Аллах тағала былай деді: «Фа иннал иззата лиллахи джамиа». Расында үстемдік түгелімен Аллахқа тән. Ан-Ниса сүресі 139 аят. Күш. Аллах тағала былай деді: «Инналлаха хуар-раззақу зул-қувватил матин». Расында Аллах ол мол ризық беруші, шексіз күш-қуат иесі, тым мықты. Әз-Зарият сүресі 58 аят. Мейірім. Аллах тағала былай деді: «Ва раббукал ғафуру зур-рахма». Әрі Раббың кешірімді, мейірім иесі. Әл-Қахф сүресі 58 аят. Қолға ұстап алу. Аллах тағала былай деді: «Инна баташа раббика лашадид». Негізінен Раббыңның қолға алуы орасан қатты. Әл-Буруж сүресі 12 аят. Дидары, жүзі. Аллах тағала былай деді: «Ва ябқа ваджху раббика зул джалали вал икрам». Ұлылық пен жомарттық иесі Раббыңның дидары ғана қалады. Ар-Рахман сүресі 27 аят. Екі қолы. Аллах тағала былай деді: «Бәл ядаху мабсутатан». Бірақ оның екі қолы ашық. Әл-Майда сүресі 64 аят.